Ағылшындық 6 клуб қысқы трансферлік терезеде жұмсаған шығындары бойынша үздік 10-қа кірді. Премьер-лига транзакциялар бойынша ең белсенді болғаны қисынды. Олардың ең маңыздысын дәл қазір осы видеода талқылайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Айтпасқа болмайтын қызық жағдай. Дейін Эвертоннан Рафаэль Бенитеспен жанжалдасқаны үшін кетті. 13 қаңтарда Астон Вилла француздықпен келісімге келгені жайлы хабарлады. Ал 4 күннен кейін Эвертон Бенитесті орнынан босатты. Трансфердің өзіне келетін болсақ, Астон Вилланың Люка Динді сатып алуы өте орынды. Себебі Стивен Джерард Рейнджерс клубында қапталдағы қорғаушыларды шабуылға қолдана білген. Люка Дин Стивен Джерард үшін өте сәтті таңдау. Сиқырлы оң аяғы бар Филиппе Каутиньо Барселонада екінші Иньеста атана алмады. Стивен Джерард Каутиньоның ойынын жақсы таниды. Екеуі бір командада ойнаған, және Джек Грилиш кеткеннен кейін клубқа талантты шабуылшылар керек. Жаңа клубта ол алаңда еркіндікпен Ливерпульдан бері таныс жүйеде ойнай алады. Еуродағы драмадан кейін бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар жартылай қорғаушының жағдайын бақылап отырғанда, Эриксен реабилитациядан өтті және ақыры алаңға оралуға дайын. Дәрігерлер ойыншыға медициналық талаптарға байланысты Италияда ойнауға тыйым салды. 2021 жылдың желтоқсанында Эриксен Интермен келісімшартын бұзып, Аякста жаттықты. Брентфорд үшін өте жақсы келісім. Егер Эриксен жарты жыл бойы футболсыз өз пішінін жоғалтпаса, онда клубпен керемет маусым өткізеді. Сондықтан бәрі ойыншының физикалық күйіне байланысты. Шон Дайч кенеттен байыған Ньюкаслға кеткен Крис Вудтан айырылып қалды. Алайда Германияда оның орнын басатын адам тез табылды. Вудтың жас, жетілдірілген нұсқасы Тьорф Мур салыстырмалы түрде арзан. Бойы 1,97 см болатын шабуылшы. Бундеслиганың соңғы маусымындағы ойыншылар бойынша үздік 5-ке кіреді. Бірақ Вегерстің Вольсбургтегі шабуыл статистикасы одан да әсерлі. Барлық турнирлерде 144 ойында 70 гол және 29 нәтижелік пас берген. Бернли футболына үйренісу ғана қалды. Неліктен Вольсбург соңғы жылдардағы үздік бомбардирмен оңай қоштасты. Вегерс Вольсбургте көп тауға қалып жүрген ойыншы, ал Бернлиге бұл кедергі келтірмейді. Сол себепті екі жақ оңай келісімге келді. Трансфер ресми түрде тегін, бірақ бәрі Алидің өнер көрсеткеніне байланысты. Егер ол 20 матч өткізсе, онда Тоттенхэм 12 миллион евро алады. Қалған бонустар үшін ойыншының құны 35-45 миллион евроға дейін өсуі мүмкін. Неге Эвертон? Лэмпард клуб басшылығымен келіссөздер бастағанда 1-3 трансферлік талабын айтқан. Джесси Лингард, Донни Ван де Бек және Али. Шамасы дәл қазір жаттықтырушыға екінші қарқынмен шабуыл жасай алатын серпінді жартылай қорғаушы қажет. Бір жарым жыл бұрын Оле Гуннар Сульшер Ван де Бекті сатып алды, бірақ оны дұрыс пайдалана алмады. Аякста голландиялық Тен Хаг жүйесінде өте жақсы ойнай білді. Дони алаңда шабуыл мен қорғанысты байланыстыратын ойыншы. Эвертон 1-2 ойыншыны сатып алды. Олар доппен сенімді жұмыс істейді және белгілі бір комбинацияларда команданың шабуылдағы әлеуетін арттырады. Клуб өзінің тренерлік штаб жүйесінде ойнай алатын ойыншыларды ғана сатып алады. Келесі жылы Садио Маненің келісімшарт мерзімі аяқталады. Бірақ Ливерпуль шабуылшылардың сол қапталына Садио Манені алмастыра алатын ойыншыны тауып қойды. Осы маусымда Диас Португалия чемпионатында 18 матчта 14 гол соғып, 4 нәтижелік пас берді. Ол жиі қапталдан орталыққа ауысқаннан кейін гол соғады. Жалғыз сұрақ Диас Ливерпульдің жылдам пастарына және агрессивті прессингіне тез үйрене алуы. Біз Альваресті келесі маусымда ғана көреміз. Ман Сити ойыншыны сатып алып, оны қайтадан жалға берді. Бірақ қазірден бұл ауысымға назар аударған жөн. Біріншіден, Гвардиола орталық шабуылшыны көптен бері іздеп жүр. Альварестің статистикасы өткен жылдың 55 ойынында 38 гол және 18 нәтижелік пас берді. Бірақ бұл жерде Аргентина лигасының деңгейін ескерген маңызды. Ман Сити бапкерлік концепцияға толық сәйкес келетін ойыншыны аз ақшаға сатып алғаны әлде қайда
маңызды. Достар, әрине бұл APL-дегі барлық трансферлер емес, тек маңыздылары. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен мәңгілік футбол. Келесі кездескенше.